Жүрегіңіз әлі ауырып тұр ма? Мені қатты қорқыттыңыз ғой. Отыр балам. Қорқатын ештеңе жоқ. Жүрек орнында. Тек мына аяғым кішкене жансызданып қалды. Әлі бір ащы дәрілерін салды кеп, содан бетер. Жалпы жағдайым жақсы сияқты. Денеңіздегі мына жалғанған тоқтарды қарасам, бәрі керісінше сияқты ғой. Әке, жүрегіңіздің ауыратын бұрын неге маған айтпағансыз? Сені мазалағым келмеді. Бәрібір айтып керегіне. Сен дәрігер емес. Бәрібір көмектесе алмайсың ғой. Әке, сіздер ренжіткен кездерім болған шығар. Бірақ менің өміріме жасаған таңдауыма қарсы болмай, қабылдасаңыз, өзіңізге де жеңіл болар еді. Саламатсыз ба? Берік, жағдайыңыз қалай болды? Рахмет, жақсы, сіздің арқаңызда тірімен әйтеуір. Рахмет. Сіз Беріктің ұлы Ербол емессіз ба? Иә, әкемді аман алып қалғаныңызға рахмет сізге, дәрігер. Рахметті сосын айтарсыз. Сізбен сөйлесуім керек. Жүріңіз. Әкемнің жағдайы қалай? Шынымды айтсам, қуануға әлі ертерек. Денсаулығы мәз емес. Не болған сонда? Жүрегім ауырады. Мәселе осында. Берік әлі жас болғанымен жүрегі тым әлсіз. Емделуге болады ғой. Не керек екенін айтыңыз. Бәрін жасаймын. Егер керек десеңіз, жүрегімді де беремін. Олай деп айтпаңыз. Емдеуге болады әрине. Міне, қараңыз. Кардиостимулятор. Мынандай кардиостимуляторды әкеңіздің жүрегіне орнату үшін ота жасау керек. Онсыз болмайды. Егер осыдан әкем жазылып кететін болса, отаны жасай беріңіздер. Ербол, ота жасау тегін. Бірақ кардиостимуляторды сатып алыңыз керек. Ондай аппараттар тегін берілмейді. Түсінем. Бұлар қанша тұрады сонда? Ең күрделісі 2 камералық стимулятор. Шамамен 900 мың теңгеге барады. Жарайды, мен бір амалын табамын. Басеке, мен тыңдаңызшы. Ол бізге жарамайды. Неге жарамайды? Отыршы өзі көлбеңдей бермей. Ол бізге бала кезден қосылғысы келмейтін. Талай ұстап алып ұрдық, тептік, соқтық, қорқыттық та. Бірақ ол өз дегенмен өзінікін істейтін. Біздің ережеге бағына қоймас. Бағынбайтын адам болмайды. Бағындыра білу керек. Керек кезде ақша беру керек. Немесе қорқыту керек. Онымен жұмыс істеген келмейді шамасы. Басеке, менің не кінәм бар? Шын айтам. Ол біздің басымызға бәле болады. Одан аулақ жүрекші. Ілияс, сен бүгін бір түрлісің. Неге сонша қобалжып отырсың? Түсінбедім. Несіне қобалжимын? Мен тек... Не тек? Қысқасы маған жүн ұста әкелесің. Қалай әкелетініңде шаруам жоқ. Түсіндің бе? Қайрат Самжановтың әйелісіз бе? Иә. Күйеуіңіздің отасы аяқталды. Қазір жансақтау бөліміне апарамыз. Сосын сізге жолдасыңыздың жағдайы туралы ашық айтуым керек. Айтыңыз, дәрігер. Қайраттың жағдайы ауыр. Мені қан құйылған, омыртқасына зақым келген. Ол ойыншық емес. Сізге менің не айтқалы тұрғанымды түсінген шығарсыз.
мүгедек болып қала ма? Сізге су берейін бе? Жоқ, Медбике шақырайыншы. рахмет, керек емес. Сен мұнда қайдан жүрсің? Сені күтіп. Сен қайда жүрсің? Не керек саған? Ербол, саған бір ұсыныспен келдім. Үйге кіріп сөйлессек қайтеді. Айта бер осында. Өзгеріп кетіпсің. Жүгірем деп алқынып кеттім ғой. Сен неге қоңырауыма жауап бермейсің? Бірнеше рет хабарластым ғой саған. Телефонды үйге тастап кеттім. Ой, бір сен де. Қайрат қалай? Нашар. Дәрігер солай деді. Дәрігер солай деді. Сен тура бір қаңғыбас жайлы айтып тұрғандайсың ғой, а? Ана жақта біреу емес сенің күйеуің жатыр. Отырсын қарашы. Омалып. Тас жүрексің ғой сен. Ой, Құдай-ай. Менің марқұм күйеуім қайдан ғана сенің әкеңе жолықты екен, а? Білмеймін. Мен қайдан білем. Тажал. Сен сонда түсінбей тұрсың ба? Басық сені жұлдыз қылады. Ақша десең ақша, қыз десең қыз, бәрі сенде болады. Сенің мұны айтып тұрған сөздердің бірі де қызық емес маған. Бастан солай айтып бар. Мына ескі арбаңды сатып, су жаңа көлік аласың. Тез шешім қабылдама. Ондай мүмкіндік күнде туа бермейді. Ербол, әкең әлі жазылып кетеді. Мықты кісі ғой, өзің де оған тартқансың. Бұйырса жазылады. Жазылу үшін оған кардиостимулятор керек. Ал оған ақша табуым керек. Қанша керек сонда? 900 мың. Қымбат екен. Енді не істейсің? Көлікті сатамын. Бірақ ол қымбатқа да өтпейді. Бір танысым кәсіп ұсынып еді. Қандай танысың, немене ол? Айтсаңшы енді. Бір-екі жекпе-жекке шығып, қомақты ақша табуға болады деген. Қалай ойлайсыз? Сен шын айтып отырсың ба? Әкемнің еміне ақша керек. Мен көлік сатам дегенше, әкем ауруханада күтіп қалады. Тағы басталды. Не айтып тұрсың? Бір жекпе-жек қана өткіземін ғой. Бұрында да осылай болған. Бір-екі жекпе-жек дейсің ғой, Уәлиханның басына барған кезде мен оған уәде беріп едім. Ендігі әрі ешкімді жекпе-жекке дайындамаймын деп. 10 жылдан кейін сен пайда болдың. 5 күшікке әлің келмей, сүмірейіп жүретінсің. Аға, менің өз жолым бар. Мен Уәлихан емеспін. Уәлихан емеспін дейсің бе? Бәріңнің де бүйректерің бір жағыңа тартады. Криминал, ақша, төбелес. Сонан кейін не болатынын білесің бе? Басыңа бір оқ, не болмаса бір ағат, жұдырық. Сонан бәрі тиеді. Әкемді құтқаруым керек. Маған басқа ештеңе керек емес.
Тұрыңыз. Сізге айтар жақсы жаңалығымыз бар. Күйеуіңізді жан сақтау бөлімінен палатаға ауыстырды, барып көрсеңіз болады. Рас па? Иә. Бола ма? Қоя беріңіз, өзім жинай салам. Жүріңіз. Сәлем. Қалың қалай? Сәлем. Неге алқынып кеткесін? Дұрыс қой енді, солай болу керек. Жаттығып жатырсың ба? Таңның атқаны жаңа, несіне өзіңді қинайсың? Ренжімеш. Уақытым болмады. Оның үстіне бір жағдайлар болып қалды. Не болды, Ербол? Тыныштық па? Әлде саған бір жағдайлар болып қалды ма? Ұзақ әңгіме. Телефонмен айтып отырғым келмейді. Одан да кешке кездесейік. Барын айтып берем. Мені кездесуге шақырып жатырсың ба? Мүмкін. Онда кешке сағат 8-дерде сенің үй жағыңдағы кафе бар ғой. Сол жерде кездесейік. Сол кезде сөйлесерміз. Жақсы. Қайырлы таң аға. Ербол, сөйлесуіміз керек. Ақша мәселесін шештім. Қалайсың? Көріп тұрсың ғой. Біліп тұрып сұрайсың, осы сене мазақ қылып. Мен рахаттанып жетісіп жатырмын. Жай ғана жағдайыңды сұрадым ғой, неге шуланасың? Өзің қалай ойлайсың? Менің орныма өзің қойып көрші. Тұр бәлем. Аяғымнан тұрып алайын, көрсетем сендерге. Ербол, сен мына ауланы таза ұстасаңшы. Біреу келсе ұят болады. Әкеңіз сұрайын. Жарайды болды. Әкем тезірек үйге оралса екен деп, ақшаны қайдан алсам екен деп әбден басым қатты. Ауланы қарайтын шама да жоқ. Ербол, мен сені жарысқа жазып қойдым. ММА бірлестігі жекпе-жек өткізгелі жатыр екен. 30 құны 10 миллион теңге. Жақсы бол. Жақсы екен. 10 миллион теңге. Мен де солай ойлаймын. Жеңіліп болсам шегер. Сен міндетті түрде жеңуің керек. Қыдырған доғар. Дайындықты көбейт. Жаттығу көбірек жаса. Ендігі сенің демалатында. Күлетін де жерің. Мына зал біздің. Ұқтың ба? Насты. 1 сағаттан кейін сол жерде кездесеміз. Түсіндім. Келем.
келді. Шапшаң қимылда, жылдам, жарайсың. Рингтен жарақатсыз шығу үшін қарсыласың жеңуің керек. Міне, жарайсың. Тоқтатпа. Кәнеки, жылдамдықты баяулатпа. Кәне. О, міне жарады. Бірақ сенің сол жағың өте осал. Саған жақсылап жаттығу керек. Ұқтың ба? Неменеге сағат қарай бересің? Кеш болды. Үйге барып киім ауыстырсам деген еді. Ой, мынау кеш болып кетті дейді ғой. Мен саған бағана не дедім? Сенің барлық жағдайың, бүкіл шаруаң осы зал ғана. Ұқтың ба? Міне. Аға, мен уәде беріп қойып едім. Кімге уәде бердірсің сен? Қыз ешаққа қашпайды. Одан да әкеңнің жағдайы нашар. Соны ойламайсың ба? Кәне. Міне айттым ғой. Саған сол жағың өте осал деп. Міне. Ана қызды қарашы, бағанан бері отыр жалғыз. Кешіріңіз, сізден көз алмай қарап отырғанымызға жарты сағат болды. Өте сұлу екенсіз. Сіз сияқты сұлу біздің жалғыз отырған жүрегімізге батты. Мүмкін бізбен бірге отырасыз. Қалаған нәрсеңізге тапсырыс беріп, көңіл көтерсек қарсы болмайсыз ба? Менің қазір жігітім келеді. Мазамды алмаңыздаршы. Жігітіңіздің келмейтінін түсінген жоқсыз ба? Неге келмейді? Ол сөзінде тұратын адам. Келем деді ма? Келеді. Өзіңіз біліңіз, егер келмей қалған жағдайда сіз біздің қасымызға отырасыз. Біз асты емес пе? Түсінгеніңізде біз де асығыс емеспіз. Сенің жүзің ұнамаған шығар. Үстіріңе қарашы. Қайдағы дресс-код? Қалай түсінбейсің? Жаттығудан кейін киім ауыстырып үлгермедім, жүгіріп келдім. Ештеңе етпейді. Таңға дейін уақытың бар ғой. Мені күтіп отыр бауыр. Сені ме? Қойшы. Мынауың не тағы? Ненің сорпасы? Тауықтың сорпасы. Кішкене ақ желкеннен қостым. Саған бұдан басқа ештеңе ішуге болмайды. Түсінікті. Кішкене картоп қоссаң болмас па еді? Сылдыр су ғой мынау? Әлде базарға барып шіріген ақ желкен тауып соны қостың ба? Бұны сенің мамаң жасады. Қандай ақ желкен қосқан білмеймін. Аузыңды жап. Мамамды сөз қылушы болма. Мен саған рұқсат берген жоқпын. Бәсе, түсіндім. Мынаны жылытпағансың ғой сен. Жылытпағаннан кейін дәмі де басқаша. Бұл жерде жылтатын жер жоқ. Тауып алған сылтауын қара. Егер маған дұрыстап тамақ бермейтін болсаң, ауруханадан шыққаннан кейін сені аштан қатыратын боламын. Түсіндің бе?
мені ұмытып кеттің ба? Жоқ, ұмытқан жоқ. Мынау саған. Мына жер бір түрлі екен. Жүр, басқа мен саған бір қызық жерді көрсетейін. Дұрыс болған екен, маған да мына жер ұнаған жоқ. Қайда барамыз? Жүр, көресің. Қызым, не жылап тұрсың? Күйеуім әбден мезі қылды. Ой, қызым ай, мен сенің бір туысың қайтыс болған екен деп ойласам, несіне жылайсың? Ер адамдар ауырса бала сияқты болып қалады. Менің күйеуім бір ай болды аяғын сындырып алғалы. Әлі дұрыс жүре алмайды. Мені тырқыратып қуалағанда қашып әзер құтылам. Менің күйеуім ондай емес. Бұл мүлдем басқа. Ауырса да, ауырмаса да сондай мазасыз. Оған ештеңе жақпайды. Не істесем де жақпай қойдым. Отасқанымызға 5 жыл болды. Әлі бірде-бір рет маңдайымнан сипаған емес. Жылама қызым. Көз жасыңды бір еркек үшін ағызып қайтесің? Сен әлі жассың. Әлі ақ жақсы тұрып кетесіңдер. Кеш бетін сумен шайып жүрші. Келе ғой. Жақсы болатынына сенбеймін. О, Берік. Қалың қалай? Жақсы. Мынау саған енді. Әй, немене көре болды? Өзің өң кіріп қапты. Жақсарып қалыпсың. Келгеніңе рахмет, Темірхан. Иә, ертерек келуім керек еді. Бір ыңғайы келмеді. Ербол екеуміз жаттығу жасап жүрміз. Мына медбикелері өте қаталды екен. Әрең кірдім ғой саған. Олар сондай біз. Ұлым қалай? Уайымдап жатырмын. Саған енді уайымдауға болмайды. Ербол маған ештеңе айтпайды. Бірақ кардиостимулятор керек екенін, оның қанша тұратынын бәрін біліп алдым. Ал енді Ерболдың оны алатын ақшасы жоқ. Қайдам енді, көлігін сатпаса. Бірақ енді баламның мініп жүрген жалғыз атын сатқызғым да келмейді. 20-ға толғанда сыйлағам. Өз сондай бір қымбат көлік болмаса да, ақшамды әрең-әрең жеткізген болатым. Иә. Ербол көлік сатпайтын болды ғой, Беке. Ол ақшаның жекпе-жекке қатысып, ұтып алатын болды. Қайдағы жекпе-жек? Сонда не, Ербол мен үшін өзінің өмірін бәске тікпек пе? Мүгедек болып қалса қайтеміз. Нокауттан кейін тіл тартпай кеткен қаншама спортшылар бар. Оның бәрін мен жақсы білем. Сондықтан мен бұған қарсымын, Темірхан. Берік, сен ойымдама. Ербол қазір бабында. Жақсылап тұрып шыныққан. Жаттығуда жаман емес. Ол өздігінен шешім қабылдады. Өздігінен шешім қабылдаса, оған сен себепкер болған шығарсың. Осы жаттығуларымды баяғыда тоқтатып, академияға түсіруім керек еді. Осының аяғы жақсылыққа барып соқпайтын ішім сезеді. Жақсы сөз жарым ырыс деген бар ғой. Берік, жақсы жағын ойлайық. Сен жазылып шық ауруханадан. Сосын асықпай екеуміз сөйлесеміз. Жарайды, ренжіме. Мен бара берейін. Жақсы.
болып кетті. Менің кіруім керек. Мүмкін ертең тағы кездесерміз. Камила, мен де сенімен кездескім келеді. Бірақ жақында маңызды жекпе-жегім бар. Жаттығуды қалдыруға болмайды. Осы жекпе-жектен жеңіске жететін болсам, әкемнің еміне ақша табамын. Мен үшін әрбір минут маңызды болып тұр. Түсінші мен? Жарай ма? Түсінемін. Бүгін керемет күн болды. Келесі кездесуімізді асыға күтемін. Сау бол. Ұсаша не болды Берік? Бір жерің ауырып тұр ма? Дәрігер шақырайын ба? Жоқ, дәрігердің керек жоқ. Түбіме жететін болды. Кім түбіңе жетеді? Ұлымды айтам. Сонда не бүлдірді? Әзірге ештеңе бөлінген жоқ. Ербол бүгін жекпе-жекке шығады. Соны уайымдайым деп жанымды қоярға жер таба алар емеспін. Ойланар, бас тартатын шығар деп ойлағам. Бірақ бәрі төбелесетін болды. Сенің ұлың ережесі жекпе-жекпен айланса ма? Мақтанбайсың ба? Сенің балаң сондай жауызбен жекпе-жекке шығатын болса, көререм қалай мақтанғаныңды. Қарсыласың мықты. Кез келген спортшыны тек қана нокаутпен ұтады. Ұлым мен үшін бүгін рингке шықпақшы. Сен бекер уайымдайсың. Ниеті түз болса, бір Алла өз қорған болар. Лайым солай болсын де. Бұл оның соңғы жекпе-жегі. Одан кейін тыйым салам. Қайрат, қойш, сен бүкіл Қайрат, қойш, сен бүкіл аурухананы қиратсаң да тез жазылып кетпейсің. Қайрат, не істеп жатсың? Сен уайымдамай жарай ма? Өмір бойы мүгедек болып өтсем де саған әлім келеді. Қайрат, жібер. Осыны есіңе сақтап ал. Сенің қарсыласың мықты. Қанша қорғансаң да соққы жейсің. Шабуылды, шапшаң, әлі сенімді жаса. Ол оң жағын көп қорғайды екен. А сен сол жақпен жұмыс істе. Жақсылап тұрып бақыла. Жонасов, дайындыққа онымен бар. Немене қатайып алғансың, денең бостасаңшы. Қане. Жақсы жекпе-жек көрсет. Бар мүмкіндігін пайдалан. Кім екеніңді бәріне дәлелде. Ұқтың ба? Жарайды. Шоудың көзін көрсеттім. Сенің мына бала күнгі досың тым қырсық екен. Тым меншіл. Бірақ әлі бала ғой. Есейгенде ескірер. Басеке, мен сізге айттым оны. Ол бізбен жұмыс істей алмайды. Бізбен бірге жұмыс істей ме, істемей ме, оны өзім шешем.
Былай қарасаң асып бара жатқан ештеңесі жоқ сияқты. Соны айтамын, анау денесіне сеніп тұр, ілмейіп қалған. Қазір 3-ші раундқа дейін шыдайды, одан кейін нокаутқа түседі. Бұнда Ербол сияқты мен сізге 5-еуін тауып берем керек болса. Тыныш. Басталды. Дайынсың ба? Дайынсың ба? Баста! Қолыңды көтер. Қолыңды көтер, ұста. Шашым ағарып кететін шығар. Мен саған қалай қорған дедім? Мен саған не дедім? Қапнан-ай! Ильяс, сен маған өтірік айтқан екенсің. Мынандай Ерболдың 5-еу тұрмақ, 1-еуінде таба алмайсың сен. Қой, Басеке қойыңызшы. Ол жай ғана кездейсоқтық, жаңадан келгендердің солай жол болып кетеді кейде. Басқа ештеңесі жоқ. Сен маған өтірік айта берме, бала. Басың бәлеге қалмасын десең, осы Ерболды маған әкеп бересің. Күттің ба? Түсіндің бе деймін? Түсіндім. Баяғыдан осылай істеу керек еді. Жақсы төбелестің. Бірақ кей жерлерде ақымақтық жасап, басыңды қателікке тіктің. Кей жерлерде зейін соқпай, соққы да жедің. Мұны Асқатов өзі мықты екен. Көрдіңіз ба, темір сияқты өзі. Бірақ менің тепкіме дес бере алмай қалды ғой. Жарайсың, жарадың. Мойындаймын. Бұл қарсыласың мықтының бірі болатын. Қаныға? Сен мұнда не істепсің? Мен сен келетін білмеймін. Қалай білмейсің? Мен бұнда жекпе-жекті қалай жіберіп аламын? Сен сағындыр. Мен де сен сағындыр. Бол берді. Мынаны не үшін алып келдің? Кім әкелді деді саған? Осымен жүре алмай қалады деп ойлап тұрсың ба? Қайрат саған дәрігер далаға шығып таза ауада жүру керек деп айтты. Жыныма тиме, Айша. Егер тағы бір рет мына арбаңды алып келетін болсаң, өзің отыратын боласың, ұқтың ба? 2 аяғыңды да сындырып тастаймын. Қайрат, мынау арбаны әйеліңізден беріп жіберген менмін. Ал егер керек болмаса, жарайды онда. Онда өзіңіз орныңыздан тұрып, далаға шығыңыз, таза ауа жұтыңыз. Қанеки, тұрыңыз, мен сізге көмектесейін? Дәрігер бәрі жақсы, біз өзіміз. Жоқ, бәрі жақсы емес. Қайрат, қанеки, тұрыңыз, мен сізге көмектесейін. Мен сізді күтіп тұрмын. Біз күтіп тұрмыз. Негізі мен мұндайды айтпауым керек еді, ол дұрыс емес. Жақындарыңызға бұлай айғайлау, ол үлкен қателік. Күндердің күнінде олар сізден теріс айналуы мүмкін. Ал сіз осылай осы жерде қаласыз. Жарайды, әкеліңіз. Бәсе, бағанан бері осылай деу керек еді. Кел, Айша.
Сіз оң жағынан, мен сол жағынан. Демек, отырғызып жіберейік. Келіңіз. Әке, мен жеңіске жеттім. Мінеки. Құттықтаймын. Рахмет, әке. Қуансаңызшы, әке. Отыр балам. Сен қандай жеңіске де лайықтысың. Мен саған сенем. Бірақ сені уайымдаймын деп әбден дегбірім қашты. Осы соңғы жекпе-жегімді маған сөз берші, балам. Әке, мен сізді жақсы көремін, сыйлаймын. Бірақ қай кезде соңғы жекпе-жегім болатын өзім шешейінші. Жарай ма? Жарайды. Мәссаған, чемпионның өзі келіпті ғой. Жеңісіңізді естіп жатырмыз, құтты болсын. Рахмет. Сізбен сөйлессем бола ма? Мен ақша таптым. Әкемді отаға дайындап берсеңіздер болады енді. Жақсы жаңалық екен. Мен білгем осылай болар. Өзім де қуанып тұрмын. Ең басты әкем тезірек жазылып кетсе болды. Соқырсың ба? Қарасайшы жолға. Соқыр болсаң емделіп ал, ауруханада жүрміз. Байқамай қалдым. Саған байқамай қалдым. Менің мүгедек болып қалғаныма кіштей қуанып жүрген шығарсың. Ондайды жауыма да тілемесем. Шыныңды айта бер. Тілемесең де қуанып жүрсің ғой іштей. Мойындай сал. Қуанып жүрім. Бұл саған әзәлі. Сен өзіңнің өмірімен қоса менің де өмірімді құртқан оңбағансың. Құдай жазаңды берсін сенің, жазаңды берсін Құдай. Сен не дедің? Шындықты айттым. Естің келгенде осы емес па? Жақын арада әкем ота жасайтын болды. Сен үшін қуаныштымын. Дәрігер бәрі жақсы болады деді. Ербол, сенің жеңісіңді бірге атап өтеміз ба? Атап өтеміз әрине. Керемет, онда кездесейік. Бірақ өткендегі жерге бармайықшы тағы да. Мені тағы мына түрмен кіргізбей қойса. Неге? Неге кіргізбейді? Енді кіргізбей қойғанда қалай? Күзетшінің кіргізбей қою да мүмкін дегенім ғой. Сені алдыңғы жолда кіргізбей қойды ма? Мен сені өзім кірмей, маған тосын сый жасады екен деп жүрсем. Спорттық киімдеріңді үйде қалдыруға тырыс, сонда кіргізіп қалар. Аха. Ендеше өзіміздің әдеттегі орында жолыққанша. Жарайды, сол жерде кездескенше. Жарайды, сау бол. Сен ақмақ. Мен саған не дедім, а? Мүгедек болып қалсам да саған шамым жетеді деп айттым ғой, ұмыттың ба, а? Тағы да бір рет қолыңды көтерші. Не, ұрасың ба? Ұр! Сен бәріміз білеміз. Езедің ғой сен. Мүгедектерге ғана әлі жететін қорқақ. Сүмелік. Айша, болды енді қойшы, жыламашы. Рахмет, керек емес. Болды енді, ол саған теспейді. Егер қолын көтерсе, маған айт. Сен не істейсің оған? Не керек болса,
бәрін істеймін. Қайрат, қалайсың? Саған не болған? Сен іздеп келсем, іште жоқсың, сыртта жүр екенсің. Айша ананың қасынан не істеп тұр? Сен қарындасың нағыз оңбаған. Әу бастан білгем сондай екен. Қайдан ғана үйленіп едім. Ербол. Тағы да сен ба? Екеуміз келіскен жоқпыз ба? Біз әлі сөйлесіп те көрген жоқпыз. Екеуміздің арамыздағы әңгіме біткен. Сендердің ұсыныстарың мені қызықтырмайды. Қателесесің. Менің ұсынысым өзгерді. Мені сендердің ақшаларың қызықтырмайды. Қарындасым ше? Не? Не естіп тұрсың сол? Егер Жандоспен бірге жұмыс істейтін болса, Айша сенікі. Ол жағын өзім қатырамын.